Сәлеметсіздер ме студенттер? Қазақстан тарих кафедрасының аға оқытушысы Бұғымбаева Айлық Қалымбекқызы халықаралық қатынастар мамандығының қазіргі кездегі халықаралық мәселелер пәнінен халықаралық экологиялық мәселелер тақырыбында дәріс. Дәрістің мазмұны: халықаралық экологиялық мәселелер, климаттағы өзгерістердің экологияға әсері, озон қабатының бұзылу қатерін жою, табиғи экологиялық жүйенің бұзылуы, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары. 20 ғасыр өнеркәсіптің қарқынды дамуымен және халық санының өсуімен сипатталса, 21 ғасырдың басында қоршаған ортаны ластайтын өнеркәсіптің кейбір салалары таза суға, өсімдіктерге және тағы басқа зиянын тигізе отырып, жылдамдықпен дами бастады. Адамзаттың бүгінгі күнгі іс-әрекеті күнделікті тіршіліктің жерге, ауа, тағы басқа су орнына толмас жарақаттар салып жатыр. Және адамның табиғатқа тоқтаусыз әсер етуі оның өзінің өміріне де қауіп төндіруде. Бүгінгі таңдағы экологиялық мәселелерге келетін болсақ, біріншіден озон қабатының бұзылуы. Келесі парниктік эффект, яғни жылу эффекті. Қышқыл жаңбырлар, әлемдік мұхиттар мәселесі, аймақтың экологиялық мәселелері, яғни ормандардың азаюы, шөлейттену, өнеркәсіптік қалдықтар. Келесі қала экологиясының бұзылуы, халық санының өсуі. Бұлардың барлығы бүгінгі таңдағы халықаралық экологиядағы маңызды мәселе болып саналады. Енді климаттың өзгеруінің экологияға әсеріне келетін болсақ, адамның шаруашылық әрекеті қоршаған ортаның шамадан тыс ластануына алып келді. Атмосфера мен гидросфераның өнеркәсіптік қалдықтарымен, ал дүниежүзі мұхиты мұнаймен ластануы, топырақ қабатының ауыр металдар мен улы заттардың шоғырлануы, тұрмыстық қалдықтар көлемінің артуы ақыр соңында адамның денсаулығына қауіп төндірді. Ең лас өнеркәсіп түрі тау-кен, құрылыс материалдарын өндіру, энергетика, қара және түсті металлургия, мұнай өндіру және өңдеу, химия өнеркәсібі, целлюлоза, қағаз өндірісі, тамақ өнеркәсібіне жатады. Қара қошқыл фотохимиялық тұманның түзілуі автомобильдер шығаратын газдан тікелей әсер етіп отыр. Ядролық энергетиканың бейбіт мақсатта пайдалану қоршаған ортаға өзіндік қауіп қатерін төндіруде. Мысалы үшін 1986 жылғы Чернобыль АЭСте болған апатты айтуға болады. Әлі күнге дейін зардаптары сақталып келеді. Фукусима, Жапониядағы жер сілкінісінен болғаннан кейінгі зардаптар. Айта берсе, мысалдар келтіре беруге болады екен. Атмосферада көмір қышқыл газының үзіліссіз атуы дүние жүзі ғалымдарының жылы жай эффектісі деп аталатын қауіпті жағдайға апарып соғуы мүмкін. Мұның мәнісі көмір қышқыл газы күн сәулесін әйнек тәрізді өткізіп отырғанымен жер бетінде бөлінетін жылуды өткізбейді. Оның салдары климат жылынады. 20 ғасырдың 80 жылдарынан бастап жер шарында климаттық ғаламдық жылыну туралы жиі айтылып келеді. Ғалымдардың болжамы бойынша жер ғаламшары 2020 жылы ауа температурасы қазір салыстырғанда 2,5-ке жылынса, бұрынмен салыстырғанда, ал 250 жылға қарай бұл 4 градусқа дейін көтерілуі мүмкін екен. Бұның өзі кезіндегі мұздықтардың көлемінің азаюына, жауын-шашын мөлшерінің, желдердің және мұхит ағыстарының бағыттарының өзгеруіне алып келеді. Нәтижесінде дүниежүзілік мұхиттардың деңгейі көтеріліп, кейбір аралдар мен жағалаулары су басып алуы мүмкін. Кейбір ғалымдар керісінше ауа температурасының жоғарылауынан оң нәтижелер күтуде. Жоғарғы ендіктің есебінен ауыл шаруашылығы жарамды жерлер ұлғаяды. Солтүстік теңіз жолын жыл бойы пайдалануға болады. Жағалау сулары ірі кемелерді қабылдауға мүмкіндікке ие болады деп айтып отыр. Бірақ климатты ғаламның жылынуы жер тіршілігіне оң әсер етуінің аз екенін айтуға болады. Бүгінгі таңдағы үлкен мәселелердің бірі озон қабатының жұқару мәселесі.
Озон қабатының жер ғаламшарын ғарыштан келетін ультракүлгін сәулелердің қорғайтыны белгілі. 1984 жылы британдық ғалымдар Халли Бей станциясында соңғы 10 жыл ішінде атмосфера құрамындағы озонның 40%-ға азайғанын анықтады. Бірнеше рет зерттеу санақтарын жүргізген соң 1985 жылы озон қабатының жұқаруы туралы әлемге әйгілеген болатын. Ал америкалық ғалымдар 1978 жылдан бері жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Антарктида үстіндегі озонның қабатының жұқара бастағанын көруге болады екен. Озон қабатының жұқарған бөлігінің ауданы жағынан Американың жерімен шамалас болып шықты. Ғалымдар арасындағы күтпеген тосын жаңалық болған бұл құбылыс атмосфера құрамындағы хлорофлора сутек қосылыстар фреондардың көбеюі салдарынан болатыны дәлелденді. Ауадағы ультракүлгін сәулелердің көбеюі адамдардың көз ауруы, тері ауруларына жаппай белең алуына себепші болады. Сонымен қатар ДНК молекулаларының бұзылу арқылы қайтарымсыз өзгерістерге алып келеді. Озон қабатының жұқаруы жер шарында тіршілік дүниесіне, адамзат өркениетіне зор қауіп төндіреді. Осы себепті бұл апатты құрылыс адамдардың ғаламдық мәселелеріне айналып отыр. Озон қабатының жұқаруын мейлінше тежеу мақсатында 1985 жылы Вена конвенциясы, 1989 жылы Монреаль хаттамасы бойынша озон ыдырататын қосылыстарды шығаруды шектеу қою туралы қазіргі кезде дүниежүзі қауымдастығы бұл шараларды орындауға басты назар аударып отыр. Енді бүгінгі таңда тағы бір үлкен мәселе орман аумақтарының азаюы экологияға үлкен әсерін тигізіп отыр. Қазіргі кезеңде дүние жүзінде ормандар құрлықтың 30%-ін, яғни жалпы ауданы 4 миллиард аумақты алып жатыр. Соңғы 2 жыл ішінде орманның аумағы 2 есеге жуық қысқарған. Жыл сайын жер бетінен жоғалған ормандардың шамамен 10 миллион гектар тропиктік ормандар құрайды. Оларды тек 10% ғана қалпына келтіріліп отыр. Орман алқаптарының жойылуы әсіресе апатты өрттер, қышқыл жаңбырлар, ағаштардың себепсіз шабылуы, дамушы елдерде орман алқаптарының жайылымдар мен егістік жерлердің көлемін ұлғайту мақсатында кесіп, бағалы ағаш сүректерді жоғарғы дамыған елдерге сатылуы, дамушы елдердің көпшілігінде кесілген ағаштардың отын ретінде пайдалануы, ормандар ауа мен тропикалық қабаттың ластануына зардап шегуде. Атмосфера ұдайы оттегін байытып отыратын ормандардың жойылуы топырақтың құнарлы қабатын тез шайылуына, су режимінің өзгеруіне кері әсерін тигізіп жатыр. Жер шарының көптеген аудандарында жүргізіліп жатқан талқылаулар үрдісі көбінде адам әрекетінен болатын белгілі. Кезінде құнарлы болған жерлердің жұтаңданып, тозуына, жарамсыз жерлердің пайда болуына, шөлейттену көлемінің ұлғаюына, табиғи және антропогендік факторлардың қатар ықпал етуі себепші болып отыр. Антропогендік факторлар қатарына жайылымдық мал шаруашылығының әсері, онсыз да сирек өсімдіктердің жамылғысының жұтаңданып, топырақтың құнарсыздануы, жерді есепсіз жырту, ормандар мен бұталарды оталау, өртелуі, жолдар мен құрылыс жол салу нәтижелерінің топырақ жамылғысының құрамының өзгеруіне әсерін тигізуде. Жарамсыз жерлерге әсер етуші табиғи факторлар ретінде жел эрозиясы мен топырақтың беткі қабатының құнастануы, құйындар мен апатты аңызақтарды атауға болады. Дүние жүзінде жарамсыз жерге ұшыраған аумақтар аунады жыл сайын ұлғайып келеді. Соңғы деректерге қарағанда 20 ғасырдың екінші жартысындағы адамдардың шаруашылық әрекетінен әсерінен мұндай жерлердің аумағы 9 миллион километрге артқан, ал 300 миллион километр аумақ жұтаңдануға таяу қалыпта тұр. Шөлейттену құбылысы дүние жүзінде 100-ден аса елді қамтуда, ал ол әсіресе дамушы елдердің еншісіне тиесілі. Халық санының жедел өсіп келе жатқан бұл елдерде 6-7 миллион гектар құнарлы жердің жарамсыздануы тұрғын халықтың азық-түлікпен қамтамасыз етілудің қиындауына әкелді. Мысалы, Үндістандағы халықтың тығыз қоныстанған құрлықты аудандардың бірі Тар шөлі айтуға болады. Біріккен ұлттар ұйымы мен халықаралық ғылыми және қайырымдылық ұйымдары тарапынан апаттың алдын алу шаралары жүргізіліп, жергілікті халыққа жан-жақты көмек көрсетілуде.
елдердің экономикалық, экологиялық типтері. Шаруашылықтың қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту мақсатында өндірістің аумақтық салалық құрылымын өзгерту, жаңа технологиялық енгізу, қалдықтарды өңдеу, залалсыздандыру шаралары жүргізу қажет. Экономикалық даму деңгейінің әртүрлі болуы елдердің экологиялық мәселе шешу мүмкіндігінде түрліше етеді. Іс жүзінде елдің экологиялық саясатын нақты экономика жағдайына тәуелді болып келеді. Осы уақытқа дейін табиғи байлықтар өте ысырапсыз пайдалануы салдарынан табиғатты тепе-теңдік бұзылды. Әсіресе біздің республикамызда, Қазақстанда айтатын болсақ, экологиялық апатты аймақ болып табылатын ғаламдық тұрғыдан ғылым жетістіктеріне сүйене отырып, табиғаттық тепе-теңдікті сақтау мақсатында бағдарлама жасау қажет. Жалпы дүниежүзілік шаруашылықтың қоршаған ортаға тікелей әсер етуінен болатын шығын әлемдік жалпы ішкі өнімнің 5-8% құраса, табиғатты қорғау мен климат келтірілетін қалпына келтіруге бөлінетін қаржы көлемі жалпы ішкі өнімнің бар болған 1% құрап отыр. Әрине бұл көрсеткіш елдер бойынша алшақтай бастайды. Бұл Зиминнің ұсынысын елдің экономикалық, экологиялық топтамасын айқындайды. Мысалы үшін, бұл кісінің ұсынысы бойынша біріншіден экономикалық даму өте төмен деңгейге мешеу елдер. Мұнда экологияландыру ұғымына елдің жұмыс істейтін шетелдік кәсіпкерлер есебінен жүргізілетін табиғи қорғау шараларымен ғана байланыстыруға болады. Экологиялық талаптарды орындауға шақыру жергілікті тұрғындар тарапынан қарсылық табуда. Келесі, екіншіден, даму деңгейі төмен елдер. Мұнда табиғи қорғау шаралары шетелдіктер көмегімен ғана жүзеге асады. Экологиялық қарсылық ресми тұрғыда емес, жекелеген аудандарда наразылық түрінде көрінеді. Бұл топтағы елдердің экологиялық шаралары әдетте біз жалпы ішкі ұлттық өнімнің 0,4% ғана жұмсайды. Экологиялық даму деңгейі орташа елдерді табиғатты қорғау мен ресурстар байлығын сақтауға қатысты әрекеттері қаржыландыруы жалпы ұлттық өнімнің 0,5-тен 1,13%-ын бөледі. Экологиялық артықшылықтар қоршаған ортаны аса қауіпті өндіріс салаларына қатысты ғана жүзеге асырылады. Экологиялық даму деңгейі жоғарғы елдер жалпы ұлттық өнімнің жан басына шаққанда көрсеткішін орташа 6.000 ақш долларына тең болады. Бұл елдер экологиялық шараларды қаржыландыру жүргізуді, бірақ ластану кезінде мүлде жою қымбатқа түсетіндіктен экологиялық мәселелер толығымен шешілмеген. Экологиялық даму деңгейі өте жоғары елдердің өндірісі түгелдей дерлік экологиялық тиімді және технологияларға көшуге, ластану көздерін залалсыздандыруға қаржысы жеткілікті етеді. Бұл топтағы елдер зиянды кәсіпорындарды дамушы елдер аумағына көшіруде, мұның өзі дүниежүзілік экологиялық жағдайды одан ары нашарлатуда. Табиғатты қорғау мен ресурс байлықтарын сақтаушы технологияларды енгізудің озық тәжірибесі бар елдер қалдықсыз технология толығымен көшкен. Мысалы үшін, Швейцария тәрізді кішігірім елде мүмкін болғанда да тәжірибелік шаруашылық құрылымы өте күрделі елдер қолданыс таба алмайды. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған негізгі бағыттарға келетін болсақ, экологиялық апаттың алдын алуға болатын шараларды жүзеге асыру, табиғатты тиімді пайдалану үрдісіне жаңа көзқарасты талап етеді. Жоғарғы дамыған елдерде 20 ғасырдың 70 жылдарынан бастап ресурс байлықтарын сақтаушы технологияларға көшу шикізат базасының артуына және экологиялық тараптардың күшеюіне алып келді. Көптеген ғалымдар дамушы елдер жағдайында батыстық үлгіні қаз қалпына енгізу мүмкін еместігін айтты. Бұл елдердің әлеуметтік экологиялық даму деңгейінің әртүрлі болуымен және тұрғын халықтың көздерінің өзіндік ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Сондықтан дамушы елдердің өзіндік экологиялық саясатын балама жолдарын қарастыру керектігі сөзсіз. Ресурс сақтаушы қалдықсыз технологияларды дамушы елдерде жаппай енгізу шаруашылықтың салалық және аумақтық құрамын түбегейлі өзгертпейінше мүмкін емес. Бұл ақыр соңында еңбек өнімділігінің артуына, өндірістің экологиялық қауіптілігінің азаюына себепші болады. Шаруашылықтың құрылымының
түбегейлі өзгеру қызмет көрсету саласының үлесінің күрт артуына жағдай жасайды. Бұл салада жұмыс істейтіндердің саны жылдан жылға өндірістің қысқарған жұмыс күші есебінен де өсуде. Әсіресе халықаралық туризмнің бірқатар елдерде жедел қарқынмен дамуы халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына, жергілікті жердегі көлік қатынасы мен туристерге қызмет көрсетуге сапасының артуына алып келді. Тұрақты даму концепциясы адамзат өркениетінің дамуының материалдық негіз болып табылатын дүниежүзілік шаруашылық қорының ортаға зияны ықпалының ауқымы ең алдымен экономикаға даму деңгейімен анықталады. Соңғы 10 жылдықта дамушы елдердің басым көпшілігі қарқынды даму үстінде. Бұның өзі көптеген азаматтардың табиғи ортаға әсерін күшейте түсуде. Қазіргі дүние жүзінің қауымдастығы қоршаған ортаны қорғау мәселесін бірлесе шешу қажеттігін ортаға салып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өткен қоршаған орта және даму жөніндегі дүниежүзілік конференциясында тұрақты даму концепциясы қабылдаған болатын. Бұл тұжырымдама табиғат пен қоғамның өзара үйлесімін көздейді. Мұндай жағдайда адамзаттың қазіргі сұранысын өтеу, болашақ ұрпақтың мүмкіндігі мен қажеттіліктерін демейтін болу қажет. Тұрақты даму концепциясының негізгі тұжырымдары төмендегідей. Біріншіден, адамдар табиғатпен үйлесімді түрде экологиялық сауаттылық пен салауатты өмір сүру құқығына ие болу керек. Екіншіден, қоршаған ортаны қорғау қоғамның даму үрдісінің ажырамас бөлігіне айналу қажет. Сондықтан оны жеке қарастыру мүмкін емес. Үшіншіден, қоршаған ортаны жақсарту мен сақтау қажеттілігін қазіргі ғана емес, болашақ ұрпақтың алдына қойған мақсат ретінде қарастыру керек. Төртіншіден, елдің даму деңгейі арасындағы алшақтықты азайту және кедейлік пен қайыршылықты жою. Бесіншіден, елдердің тұрақты дамуы қол жеткізу үшін өндіріс пен тұтынудың осы мақсатқа кедергі келтіретін мәселелердің мүлде пайдаланбауы немесе шектеу қажет. Сонымен тұрақты даму концепциясы өзара тығыз байланысқан үш құрамдас бөліктің экожүйелерді пайдалану, тиімді экономика, әділетті қоғамның басын біріктіреді. Ал тұрақтылық принципі табиғат, экономика және әлеуметтік элементтерді біртұтас жүйе ретінде қарастырады. Географияны тұрақты даму концепциясына қатысты аталған бөліктердің кеңістік таралу заңдылықтарын зерттеумен анықталады. Олардың кеңістік ұйымдасу сипаты өзіндік заңдылықтары мен және аумақтық айырмашылықтары бар табиғи аумақтық кешендер түрінде болады. Сондықтан тұрақты даму концепциясын елдің экология саласында ғана емес, халықаралық қарым-қатынас жүйесіндегі бағыт-бағдарын да анықтайтын құжат деуге болады. Бүгінгі таңда дүние жүзі бойынша экологиялық мәселе басты мәселелердің бірі. Бұл бір елдегі болып жатқан экологиялық мәселе бұл дүние жүзіне бірдей әсер ететін мәселе ретінде қарастыру керек. Сондықтан да дүние жүзі халықтары бірдей ортақ планетамыздың экологиялық мәселелерден шығуына бар ынта талаптарын көрсетуі қажет.